негізі Меккеде бір 150-ге жуық зиярат қылатын жерлер бар. Барып көру керек болған. Бірақ енді оны үйтіп араласаңыз, құлшылық ғибадат бәрі қалып кетеді. Алаң сіз осы Меккенің ішін туристік сапармен жүресіз. Жаңағыдай бір әдемі патшалардың сарайы бар, ақ сарайлар, жаңағы болған уақиғалар жерлері бар, мысалы. Бір кәпірлерді баяғыда пайғамбардың кезінде бір кәпір кісі болған, жаңағы пайғамбарға қатты қарсылық қылған. Сол кісілерді өлтірген жерлер бар, тарихи орындар бар, біраз бар ше. Дегенменен енді оның бәрін тура мына жер, тура ана жерде бүйтіп ертіп жүрсе, ол көп нәрседен қалып кетесіздер. Умрада жайына қалады, басқа да қалады. Енді арнайы бір кейін бір келіп реттерсіздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті жақсылар. Аллахым істеріңізге береке берсін. Құлшылық ғибадаттарыңыз қабыл етсін. Бүгін бір кітап оқып отыр, бір керемет кеңес тауып қалдым. Сол кеңеспен бөліскім келіп жатыр. Одағы мақсатым енді жалпы мынау сапарларымыз барлығы рухани сапар болғанмен бәрі дүние іздемей тұрмаймыз ғой. Осы жердің өзінде базарлап жүреміз. Осы жерлердің өзінде базар ошар, жаңағыдай тіршілік болып кетеді кейбір адамдарда. Жалпы адам болғаннан кейін біздің шариғатымыз жалпы тіршілікке қалай қарайды. Негізінде дүние іздеме деп айтқан сөз жоқ шариғатымызда. Дүние іздеу керек, мал табу керек. Бірақ сол мал табудағы бірнеше міндетті болған кеңестер бар екен. Сол кеңестермен бөліскім келеді. Неге? Өйткені осы уақыттарда мен соңғы уақыттарда көп байқаймын. Мынау тренинг деген нәрселерге өзі жастар бет алып бара жатыр, ол жақсы нәрсе. Ол психологиялық болсын, ол бизнес тренингтер болсын. Сол тренингтерде кейде біздің дінімізге түсінбейтін бір нүктелерді қозғайды. Біздің дінімізде жоқ нәрселерді қозғайды. Немесе сол мал дүние мәселесіне келген кезінде тіпті еркіндік беріп жібереді. Тек қана халал харам болады. Қалған уақытта, мысалы айтайық, сен армандай бер, қалаған нәрсеңді армандауыңа болады. Бұлай айтқанда шекара жоқ та. Екіншіден, мысалы, мал тапсаң халал болса болды дейді. Мал тап, халалға жұмсай бер дейді, жарата бер, сүйген нәрсеңді сатып ала бер, сүйген нәрсе. Бірақ бұл негізі дәл ондай шекара емес. Ол тіпті бизнес тренингтердің өзінде де ондай шекара қойылмайды. Оны түсіндірушілер үйтіп қате айтады. Өйткені адам өзіне пайдалы өмір сүре білуді үйрену керек. Негізі ол мақсаты да сол. Адам тренингтегі мақсаты да сол да. Адам өз-өзінде осы өмірін өте пайдалы, сапалы өмір сүру керек. Сапалы өмір дегенді бірақ әркім әрқалай түсінеді. Біреу сапалы өмір деген сөз майшаттың ішінде бұғып атуың керек деп ойлайды. Сапалы деген сөз анау тортқа черный икра жағып жеу керексің. Сол сапалы өмір деп ойлайды да. Ол сапалы өмір емес. Қанағаттан артық байлық жоқ негізі. Ол ата-бабамыз анау баста айтып кеткен. Бұл дүниенің малын тауып таусамайсың ешқашан. Егер бүкіл өміріңді мал табумен арнап жіберсең де, бүкіл миллиардтардың үстінде ұйықтап жатсаң да, өмір бақи сізге оның бәрі аз болады. Егер шындап үйтіп іздесең, үйтіп аппетитіңді ашып жіберсең. Мал дүние іздеушіге ғалымдарымыз мынандай бір 3 кеңес береді. Біріншіден, мал дүние іздеп жатқан кезіңізде харамнан, Алланың шекарасынан міндетті түрде шекара қоюыңыз керек. Ол шекара міндетті түрде болу керек. Табатын кезіңізде де, жарататын кезіңізде де. Алланың шекарасы. Ол міндет. Қандай мал тапсаң да, өйткені, біліп алыңыздар, рызық несібе кімнен? Алладан. Рызық несібе Алладан екен. Сізше оны мүмкін бір сабырсыздық жасап, бір харамнан да іздеп табуыңызға болады. Харамға да жаратуыңызға болады. Бірақ қандай қылып жаратсаңыз да, қандай қылып жасасаңыз да, оның жауабы шығады. Тіпті, өзгеше де айтайық осы жағын. Халал, яғни адалынан мал тауып, адалынан таптыңыз. Адал еңбегіңізбенен, ешқандай бір не емес, өзіңіздің кәсібіңізбен мал таптыңыз. Соның өзінің сұрауы бар, біліп алыңыз. Адал малдың сұрауы бар. Арам малдың азабы бар, оның сұрауы деп айтылмайды. Арам малда сұрауы бар екен деп үйтіп айтым, ол қате пікір. Арам малда азабы бар. Ал адал малдың өзінің сұрауы бар екен. Ойлаңызшы. Мұса пайғамбардан мынандай бір уақиға бар. Енді ол болған ба, болмаған ба дегенменен бізге бұл
притча деп айтайықшы, аңыз, андай бір сабақ алатын бір нүкте деп айтайықшы. Мұса пайғамбар бір күні енді бір сұрақтарыменен сенің сүйген құлыңды көргім келеді депті да. Ол сүйген құлдарым көп депті. Солардың ішінде енді бір өзің жекелеген бір нақты бір құлдарың бар шығар депті. Жарайды бар депті. Көп өмірінің бәрін зікірге арнап жіберген құлым бар депті да. Соны көрейінші депті. Сөйтсе анау бір таудың қуысында бір үңгірде тұрады депті. Соған барған ғой енді. Жол жүріп ерінбей барса, үсті жыртық келген, алдында бір әйтеуір наны суы бар. Бір кісі үңгірдің ішінде бір кішкентай қамыстарды төсеп, басына жастықтың орнына тас қойып ұйықтап жатыр екен. Жастықтың орнында тас. Сөйтіп ұйықтап жатса, анау жанына барып қарапты да, бер қарай шығып, оятпапты енді. Бер қарай шығып, ойланып тұрса, бұл қандай адам болды екен деп, Алла тағала айтты Мұсаға, ей Мұса депті. Мынау менің жақсы көретін адамым депті. Бірақ депті, ана басына төсеп атқан тастың да мен сұрауын алам деген екен. Сіздер сияқты, біздер сияқты жұмсақ жастықта жатпайды. Андай жұмсақ жастық, құшақтасаң, құшағың толатын, жаңағыдай ішіне сүңгісең, сүңгіп ішіне кіріп кетіп қалатын бассейн сияқты. Ондай емес, кәдімгі тас, соны басына төсеп жатыр. Адал ғой енді, дұрыс ол. Шаршасаң, тас та жұмсақ болады негізі. Бірақ сол басына төсеген тасты да сұрамастан мен оны жәннатыма кіргізбеймін деген екен. Әр нәрсенің өзінің сұрауы бар. Ал бірақ арам нәрседе сұрауы бар деп айтылмайды, азабы бар. Оның жазасы бар. Мал табуда екінші нүкте бар, маңызды нүкте. Бәріміз тіршілік қыламыз. Біреу көп табады, біреу аз табады. Бірақ тіршілік жасамайым деген адам болса, мен осы уағыз тыңдамай қойыңыз. Ол сізге арналмаған бұл. Мүлде мал іздемеймін, тіршілік істемеймін, төрт құбылам түгел десеңіз, онда сізге арналмаған бұл сөздер. Мал іздеген, тіршілік істеген әрбір адамға айтылған нәрсе бұл ғалымдарымыздан. Екінші нүкте, Алланың рұқсат етілген істеріне ғашық болма деп айтады. Мұбах, яғни Алла тағала рұқсат етілген. Көк көйлек киюіңе болады, ақ көйлек киюге болады, сары көйлек киюге болады, не кисең де болады. Бірақ мен көп адамдарда байқаймын. Мысалы, сауда қылып жүреді да, бір кезде бұрқ етіп жол ашылып кетеді. Мысалы, соны кейбір, оны айтпаса да болмайтын шығар енді. Ерсін ұстазда өте дұрыс айтып отыр ғой. Блогерлікпен айналысып жатқан әйелдер бар. Мен неге осы әйелдерге тиістің демеңіз. Өйткені блогерлікпен айналысып жатқан еркектерге де ол айтылатын сөзі айтылады. Оларға бірақ боянып жатқан еркекті көрмедім да мен ше енді. Блогер болып боянып жатса, ол айтар едім мен. Дін насихаттап жүріп, өзі блогер бола тұра боянып жатқан әйел біздің шариғатымызда жоқ нәрсе ол. Оны рұқсат етілмеген нәрсе. Бірақ соны істетіп жатқан нәрсе қошеметпенен мал табу. Сол мал табу мақұл. Рұқсат етілген нәрсенің өзіне ғашық болып кетпе деп айтады ғалымдарымыз. Себебі имам Ғаззали да дәл осыны айтады. Басқа ғалымдар да соны айтады. Рұқсат етілген нәрсенің артынан іздей берсең, соған мұқтаж болып қалсаң, рұқсат етілгенге. Мысал, көп ұйқыға мұқтаж болып қалдың. Ұйқы рұқсат. Егер намазыңнан неғымасаң, көп ұйықтасаң болады. Бірақ көп ұйқы адам ден саулығын да құртады, құлшылықтан да құртады. Ақыры көп ұйқыға әуестік сені көп жақсылықтан да айыру мүмкін. Дәл сол сияқты мұбах Алланың рұқсат етілген нәрселеріне өзіңе рұқсат бере берудің өзі сізге соған деген мұқтаждық пайда болып, сіз ертең соған жету үшін арамға, шубха дейді ғой, күмәнді және күнә нәрселерге барып қоюға жол ашып береді сізге. Мысал айтайық, мен дейді көйлекті тек қана дейді Луи Витоннан кигім келеді. Иә, ақшаң бар. Ки, проблема жоқ, бірақ сіз қандай бай болсаңыз да ше, бір дастархан тамақ сатып алыңызшы. Тола дастархан. Андай заманауи қазіргі психологияда айтады. Өмірдегі артық зат сізден артық энергия жейді. Артық аяқ киімдер алып тастадың ба? Өзің кимейсің, бірақ алып тастадың да, соның бәрі сенің энергияң жейді. Сен оны қаласаң да, қаламасаң да жейді. Артық өзің кимейтін шкафқа бар ғой, білесің. Біреу
Керісінше мысалда бір басқа мода сары көйлекті жақсы көріп жүреді, көкті жақсы көріп алды да, енді ана сары көйлегін қимайды. Киейін десе модадан шығып кетті. Түсінесіз ба? Заманауи тілде айтқанда, сізді өмірдегі дүниеге байлайды. Қарапайым сөзде айтқанда. Сізді мына дүниеге байлай береді. Ол адал нәрсе. Ақ көйлек, көк көйлек, бәрі адал нәрсе. Сізге жақсы ол. Бірақ, құрметті бауырлар, мубах дейді, Алланың рұқсат етілген нәрсесіне әуестене беру сізді күмәнді нәрселерге апарып жарға жығуы мүмкін. Сондықтан заманауи психологияда оны айтады. Артық зат жинама. Артық нәрсе бұл. Әрдайым артық ол. Әрдайым артық ол. Мал дүние іздейсіз ба? Иә, мүмкін сіздің қалтаңыз, өзіңіздің сүйген нәрсеңіз бәрін ала беруге рұқсат беретін шығар. Бірақ ауруына апарады. Сатып ала берсең ғана рахат аласың. Оны кимейсің, жемейсің, ішпейсің. Тек сатып ала бересің да. Содан ләззат аласың. Ол ауру негізі. Осыған ұқсайтын дүниелер өте көп. Сол үшін айтам, мал дүние іздейсіз ба? Шекараңды ұмытпа. Біріншіден, Алланың арам шекарасы бар. Рұқсат етілмеген адалынан тап малды. Болмағыр нәрсеге жүгірме. Адалына жарат, артық нәрсеге жүгірме. Екіншіден, мубах нәрселердің бәріне рұқсат бере берме өзіңе. Шекара ұста. Сол үшін пайғамбарымыз да, одан кейінгі үлкен әулиелер де адам өз-өзінің нәпсін бір мезгіл қысып тұруын үйретеді. Бір кездерде қатты төсекке жатып үйрен. Бір кездерде өзің сүймейтін тамақты же әдейі, адал ол. Адал тамақ бар да, мысалы айтайық, сіз күріш тамақты жек көресіз. Жей алмайсың күріш. Күріш арам ба, адал ма? Адал. Же соны, әдейі. Бәрін қойда, сол күрішті же. Егер ол сізге шынымен денсаулығыңызға зиян болып, сізге бір басқа нәрселер болса, онда иә, ол әңгіме жоқ. Онға сізге қарсылық жоқ. Бірақ адал тамақ болады ғой. Сол адал тамақтың еш қайсысында сіз тіпті бар. Пайғамбарымыз ешқашан тамақты жамандамаған. Ұнамаса түртпеген. Болды. Ұнамай ма, жеме. Бірақ жамандама. Бізде әдет қой. Барып аламызда, мына кухняда тамақ нашар екен, пісірамайды екен. Сондай екен, ондай екен. Ол саған, оның күнәсін көтересің. Сол сөйлегеніңнің екі иықтағы періште жазып тұрып, ертең қиямет күні ана адамды шақырып алып, сен туралы мына осылай сыртыңнан сөйледі, ал ақысын бер десе қалай бересің? Әңгіме бөлек қой. Сол үшін адал нәрсеге әуестік жасай беру, сізді арам нәрсеге есік ашып беру ықтималы бар екен. Үшінші бір нүкте, құрметті бауырлар, бұл да өте маңызды нүкте. Мал дүние іздеген адам, малдан қорықсаң, сен малдың құлы боласың. Негізі мал дүние біздің қызметшіміз. Ол бізге қызмет ету үшін келген құрал ғана. Нәрсе. Тек қана біз өзіміздің ісімізбен оған реңк. Сол үшінші нүктені өте маңызды санаймын. Алланың зікірінен айырылып қалмаңыз, мал дүние іздеймін деп. Сізді мал дүние сауап амалдардан қалдырып қоймасын. Мен сахабалардан бір мысал айтамын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дәуірінде мешітінің жанында адамдар паналап жатады да, анау айтпақшы, есінен кеткенсінің, шағымының біреуі. Мен мал дүнием жоқ, үйім жоқ, бала шағам жоқ дейді да. Ал менің бір достарым бар дейді, мал дүниесі бар, үйі бар, мала шағасы бар дейді да, олар тіршілік қылады дейді. Бірақ мен солардан озып кететін бір нәрсе үйретші дейді ғой. Озасын күн тағы да шағымданып келеді ғой. Не қылды десе, ана мал дүниесі бар досым, соны біліп алды да, енді ол да айтатын болды дейді. Енді мен не істеймін десе, Алла тағала кімді оздырса, сол озыпты да деген екен. Яғни жақсылықта жарысу керек. Жақсылықта жарысу керек. Бірақ мен оны әдейі мысал қылдым. Сонда пайғамбарымыздың заманында тіпті бай, тіршілік, мал дүниенің артында жүрген адамның өзі бір зікір естіп қалса, бір намаз естіп қалса, бір сауап амал естіп қалса қалдырған емес. Оны тастап қойған емес. Бәлки соның өзінде жарысады екен да олар. Мен сол үшін айтам, сіз тіршілік қылған кезде Құдайдың зікірінен қарап қалмаңыз. Қорытып айтатын құрметті жақсылар,
мал дүние. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда өте көптеген хадистер бар осы мал дүниені жақсылаған туралы да. Солардың біреуі сауап кезінде рұқсат береді да. Бұл деген сөз жақсылық деген сөз, соған себепкер деген сөз. Бірақ мал дүние тіршілік, бір жерде де осы бір хадисті айттым, сонымен қорытып айтайын. Осы дүниедегі бір дозақтан, Алланың азабынан құтылам десең, үш нәрсе істе дейді ғой. Соның біреуі Алладан қорық дейді, қайда болсаң да. Екіншісі, барыңда да, жоғыңда да қанағатшыл бол дейді. Үшіншісі, әділетті бол дейді. Қарның аш бола ма, тоқ бола ма, ашулы боласың ба, көңілің жай бола ма, әділетті бол дейді. Сондықтан айтатыным, құрметті жақсылар, кісілермен мәміле қылғанда адамдарға мейірімді, әділетті болыңыз. Мал дүниемен мәміле қылған кезінде Құдайыңызды ұмытпаңыз. Қайда болса да сауап амалдан қалып кептірмесін ол нәрселер. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Құрметті жақсылар, бір дұға қылып жіберейік. Әлхамдулиллахиллади ат'амана хада ва разақнаху мин ғайри хаулин минна ва ла қуа. Аллахым, осы ас беріп атқан азаматтарымызға Аллахым бақ береке берсін. Осында құлшылыққа, ғибадатқа келіп атқан бауырларымызды Аллахым құлшылық ғибадаттарын қабыл етіп, қандай да бір дүниелік ақыреттік тілектер болса қабыл етсін. Саллаллаху Мұхаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллям.